WhatsApp номерлердің барлығында бар. Сол жерде сендер маған жазып сұрай берсеңдер жақсы болады. Иә, мен митта ответ бере беремін. Жақсы, бүгін бізде өте қызықты тарау. Көп оқушылар қиналатын, түсінбейтін, ұмытып қала беретін тақырыпты біз қазір сабақта өтеміз, талдаймыз. Иә, қоректену тарауы. Кеттік, жайлап ақырындап бастайық. Қоректену тарауы бұл 11-ші сынып бойынша. Қоректену тарауы бұл бізде фотосинтез туралы айтылады бұл тарауда. Ал фотосинтез деген не ол бізде? Фотосинтез деп отырғанымыз өсімдіктерде жүретін күннің энергиясының көмегімен бейорганикалық затты органикалық затқа айналдыру деп айтамыз. Иә? Сонымен көмірқышқыл газын оттекке айналдырып жатқан қай органоид ол? Ол әрине органоиды болады екен. Иә? Жақсы. Ары қарай бізде осы сабаққа керекті 3 ұғым бар: хлоропласт, пластид және хлорофилдер. Сонымен хлоропласттардың құрылысын бір еске түсіріп алатын болсақ, мен қазір миттің да звугын басып тастадым, сендерге артық мешет етпеу үшін. Кеттік. Хлоропласт бұл бізде жасыл түсті органоид. Себебі онда хлорофилл пигменті бар. Осы хлоропласттың құрылысына қарасаңдар, сыртқы мембрананы көреміз. Сыртқы мембранасы бар, ішкі мембранасы бар. Және де екі мембрананың аралығындағы мембрана аралық кеңістігі бар. Сонымен қатар телокоид деп аталатын табақша сияқты жалпайған құрылымдары бар. Ол тәрелкеге ұқсайды деп те айтамын, табаққа да ұқсайды. Сонымен қатар телокоидтар барлығы жинақталып, бір-бірінің үстіне бірігіп тұра қалған кезде гранаға айналады. Телокоидтың ішкі бөлігін біз люмен деп айтамыз. Телокоидтардың арасын ламеллалар біріктіріп тұрады. Все болды, осы ғана бізге керекті. Иә? Ары қарай хлоропласты толтырып тұратын гель тәрізді заты бар. Ол сұйық бөлігі, оның аты строма деп аталады. Задает вопрос деп отыр. Так, мынаны өшіріп тастайық. Аха. Анонимді жіберген екен. Так, қазір мен бір оқушыны удалить етіп жіберемін. Хорошо, енді мен митқа ешкімді қабылдамаймын. Егер де мүмкін кіре алмай жатқан таныстарым болса, если что, маған айтып қойсаңдар болады. Осы кіре алмай жатыр деген сияқты, немесе мен жекеме жазып жібере қойсын, болды. Хлоропласты толтыратын бізде гель сияқты заттар строма болды, және телокоидтардың бір-біріне жинақтап тұратын ол әрине граналар еді. Яғни табақша сияқтанып барлығы бірінің үстіне бірі тұрса, сендер оны грана деп айтасыңдар. Енді қызық болса айта кетейік, хлорофилдер қайда орналасқан? Хлорофилдер олар бізде орналасады телокоидта мембранасында, телокоидтың мембранасы ғой, мынау ішкі кеңістігі люмена. Осы телокоидтардың мембранасында хлорофилдер орналасқан фотожүйе деген нәрсе бар. Хорошо? Міне мына фотожүйе деген бөлігінде хлорофилдер орналасады. Жақсы. Ары қарай. Бізде дальше жарық кезеңі жүретін реакциялардың жүретін орнын сұрапты. Ол әрине телокоидтардың мембранасы. Енді осы жерде жарық кезең деген не? Қарайтын болсақ, фотосинтез дейтін ұғымды қазір бір түсіндіріп айтып берейін. Фотосинтез деп отырғанымыз, оған су қатысады, көмірқышқыл газдары қатысады, күннің сәулесі қатысады. Мынау күннің сәулесі деген сөз. Және хлорофилл қатысады фотосинтезге. Хлорофилл және телокоидтар в основном хлоропластта өтеді. Фотосинтездің жүретін жері хлоропласт органоиды. Осы жерде бізде көмірқышқыл газы мен су екеуі қосылған кезде өсімдікте көмірсу пайда болады. Демек, мына тұрған заттар бізде олар бейорганикалық заттар, олардан бізде органикалық зат түзіліп жатыр. Бұл фотосинтез деп аталады. Фотосинтездің көмегімен өсімдіктерде оттегі бөлініп шығады сыртқа, сырттан өздеріне көмірқышқыл газды жұтады, тамыр арқылы жапыраққа су келеді, және күннің сәулесі түседі, соның арқасында фотосинтез жүреді. Все түсінікті. Синтез деп себебі атайтып тұр, өзі көмірсу өндіру дегенді білдіріп тұр. Фотосинтездің екі кезеңі бар, жарық кезеңі және қараңғы кезеңі.
Неге олай аталады дейтін болсақ, жарық кезеңі шынымен де жарықта жүреді, ал қараңғы кезеңі кез келген уақытта жүре береді. Қай кезде көмірсу керек болады, сол кезде осы қараңғы кезең жүріп жатады. Жарық кезеңі басқаша оны дайындық деп айтады. Мен бұл екі кезеңді екіге бөліп қараймын. Например, күнде үлкен бір той өту керек болады, иә? Бір той жасау керек болады, иә? Үйлеріңде мысалға делік. Сол тойдың мысалы жарық кезеңі, дайындық кезеңі. То есть біздің үйге кешке қонақ келеді, біз не істейміз? Күндіз күн бар кезде, жарық кезде қонақтың келуіне үйге дайындаламыз, иә? Тура сол сияқты жарық кезеңі деп тұрғанымыз, ол мына қараңғы кезеңге дайындық. Себебі жарық кезеңінде қараңғы кезеңге реакцияға керек болатын заттың бәрі түзіледі жарықта. Иә? Мысалы, бұл жерде бізде сутек және АТФ-тер пайда болады. НАДФ деп айтамыз, надаш, НАДФ. Қазір оның не екенін түсіндіріп кетемін. Яғни бұл жердегі басты нәрсе сутектердің бөлініп бөлек шығуы, АТФ энергиясының пайда болуы және бос оттектердің ауаға қарай шығуы. Хорошо? Бос оттектер осы жарық кезеңінде пайда болып, олар біздің ауамызға шығып кетеді. Болды. Енді дайындық кезеңі деп айттым ғой, дайындық деп тұрмын, себебі бұл жерде сутектер мен АТФ-тер пайда болды, және олар қараңғыға жұмсалады. Ал қараңғы деп тұрғанымыз, бұл жерде көмір қышқыл газдары, анау АТФ-тің пайдаланып, сутектерді пайдаланып, көмірсулар түзеді бұл жерде, көмірсулар түзіледі. Көмір қышқыл газдан көмірсу пайда болады. Ал кейін көмірсулардан бізде нәруыздар пайда болуы мүмкін, майлар пайда болуы мүмкін, липидтер, немесе басқа да күрделі көмірсулардың басқа түрлері құралуы мүмкін. Мұнда глюкоза тұратын болса, одан әрі фруктоза дамуы мүмкін, сахароза. Еще бізде фруктозадан кейін тағы не болуы мүмкін? Крахмал деген зат бар, еще крахмал тоже осы кезде түзілуі мүмкін екен, Жақсы. Түсінікті болса, менің WhatsApp-тағы чатыма түсінікті десеңдер болады, немесе түсінбеген сұрақтарды менің чатыма қарай бір қойып жіберсеңдер болады, жақсы ма? WhatsApp чатқа жазып жіберсеңдер болады сұрақтарыңды. Кеттік енді. Хлоропласттың құрылысын жаңа сендермен айтып кеттік. Мына сұрақтың бәрі сендерге ертең сәйкестендіру сұрағы болып келетін сұрақтар, Телокоид деп отырған бұл ішкі мембранадан шығады. Строма деп тұрған гель тәрізді зат ішін толтыратын, люмен деген телокоидтың ішкі бөлігі, грана деген телокоидтың жиынтығы, қалғаны түсінікті. Ал енді хлоропласттың химиялық құрамы бар, оны білу керек. Көп бөлігін су алып тұрады, нәруыздар алады, және хлоропласттың хлорофилінде темір, магний деген сияқты элементтер болады. Бұлар енді қатты бір керек емес, хорошо? Сол үшін бұларды көп айтпасақ та жақсы. Хорошо. Ары қарай бізде хлоропласттың құрылымы мына сурет бұрын мен ұбт тапсырғанда келген болатын. Сол үшін осы суретті тоже бір мән беріп, бір қарап алсаңдар болады. Жаңа біз айтқан заттар осы жерде тұр. Хорошо. Енді келесі нәрсе нені талдаймыз? Дайынбыз ба жарық кезеңіне? Так, мен бір рет давайте 1 минутқа чатташа тұрайын да. Қазір. Настройки. Где чаттың менің мына жақта? Записті қосып қойдым, Запис қосылып тұр. Инструменттер. Аха, енді таптым. Чат. Так, мына чат қалай ашылады? Так, микрофон. Жақсы. Микрофонды қосақ? Давайте, микрофон қосылды. Енді сұрақтарымды қойсаңдар болады микрофон арқылы. Звукты ашып, сұрақ болса, қойып жіберіңдер осы жерге дейін. Қазір жарық кезеңін түсіндірем, Микрофон ашық тұр. Ешкімде сұрақ жоқ, Хорошо. Қазір өзіміз отырып күшті әңгіме айтамыз, әуелі сабақ талдап алайық мына Жақсы. Немесе сұрақтар болса, WhatsApp-қа шығып қойсаңдар болады. Мен күтемін, Ашып отырмын, қарап. Сонымен түсіндік. Жарық ол дайындық кезеңі болды. Ол күндіз жүреді деп айттық. Оған күн сәулесі керек. Және оның жүретін орыны телокоид мембранасы.
Чилакоидтың мембранасында жүреді. Бұл бізде чилакоидтың мембранасында жүреді. Мінекей осы жерде. Қазір мен сендерге чилакоидтың мембранасын түсіндіремін. Міне қараңдар, фотосинтездің жарық кезеңі чилакоидтардың мембраналарында жүреді. Ал енді біздің қараңғы кезең болса, ол бізде стромада жүреді. Строма ішіндегі сұйықтық, иә, хлоропласттың ішінде, значит, ішкі сұйықтығында жүреді қараңғы кезең. Ары қарай кеттік. Мынау сендерде суретте көрініп тұрған чилакоидтың мембранасы. Осы жерде сендер фотожүйе деген затты көресіңдер. Фотожүйе 1, фотожүйе 2. Бұл фотожүйелерде хлорофиль пигменттері ішінде ұйықтап жатады. Хлорофиль пигменттері орналасады. Мынаның ішінде де болады хлорофиль пигменттері. В основном бұл жерде бізде жарық кезеңін жүргізетін А хлорофильдер деп аталады. Немесе хлорофиль А деп те айтамыз, иә. А хлорофильдері осы жарық кезеңіне қатысып жатыр. Жақсы, екі фотожүйенің арасында тасымалдаушы нәруыздар болады. Мынау көріп тұрғанымыз тасымалдаушы нәруыздар. Олардың саны 3 болып келеді. Бұл жерде пластохинон, пластоцианин, цианко, тағы да есінен шығып тұр біреуінің аты, қазір айтып беремін. Және мұнда бізде екінші фотожүйеден кейін тағы да бір тасымалдаушы нәруыз орналасқан. Жалпы түсінгендерінде бұл жерде 4 түрлі тасымалдаушы нәруыз бар, 2 фотожүйесі бар, және атеф синтетаза дейтін бір мембранадағы ферменті бар. Жарай ма? Хорошо. Енді ары қарай бұл жерде қандай реакция жүреді? Енді соны түсініп алсақ. Бірінші күннің сәулесі 2 фотожүйеге де келіп түседі. Фотожүйелерге күннің сәулесі түскен кезде бұл хлорофильдерді оятады. Яғни хлорофильдер олар белсенді емес болып тұрады, күн сәулесі түседі, сосын олар белсенді күйге ауысады. Значит, ең бірінші болатын нәрсе, мен мына жаққа түсінікті болу үшін жазып қоямын, А хлорофильдер оянады. Яғни белсенді болады, иә? Так, жазамыз А хлорофильдердің белсенді болуы. Хлорофиль белсенді болады. Хлорофиль белсенді болады. Хлорофиль белсенді болады. Келесі, хлорофильдер белсенді болды. Енді олар чилакоидтың ішіне суды тартады. Суды өзіне қарай тартады. Осы хлорофильдердің әсерінен су молекуласы ары қарай олар бізде ыдырайды. Оны біз фотолизис деп айтамыз. Судың ыдырауы жүреді. Су бұл жерде бізде оттегі мен сутегіне ыдырады. Ары қарай сутектің протондарына ыдырады, сутектің электрондарына ыдырап кетеді. Болды, осылай ғана. Бұл судың ыдырауын сендер просто фотолиз деп айтасыңдар. Лиз деген сөзді кешегі сабақтан білеміз, ол судың ыдырауы деген сөз. Лиз ыдырау. Ары қарай оттектер, төртінші, бос оттектер ауаға кетеді, ауаға шығып кетеді. Ал біздің сутегіміздің протондары болса, ол протондар люменнің ішіне жинақталады. Люмен деп тұрған ол чилакоидтың ішкі кеңістігі, иә? Люменге жиналады, ішіне жинала береді. Бұл жерде бір ғана су молекуласы келіп қоймайды, ол жерге өте көп бірнеше су молекулалары келеді, тоқтаусыз түсе береді, иә? Ары қарай сутектің электрондары болатын болса, ол электрондар екінші фотожүйемізден 3 тасымалдаушы нәруыз арқылы электрондар өзінің энергиясын беріп өтіп, бірінші фотожүйеге барады, екіншіден. Бірінші фотожүйеге ары қарай барады. Сосын бірінші фотожүйеден тағы да бір тасымалдаушы нәруыз тұрады мына жерде. Сол тасымалдаушы нәруыз сутектің электрондарын надефке беріп жібереді. Надефке сутектің электрондарын қосып беріп жібереді, міне, осылай. Хорошо. Келесі, ең соңғы жүретін 7-ші нәрсе. Енді бұл жерде бізде мына сутектің протондары көбейіп кетеді люменнің ішінде. Бұлар көбейіп кететін болса, атеф синтетаза ферменті оларды өзіне ары қарай не істейді? Өзіне тартып, өзінің өзегіне қарай сорып алады. Сосын мынаның ортасындағы өзек арқылы сутектің протондары атеф синтетазаның
сыртына қарай өте берген кезде АТФ синтезасы оларды АДФ-ке қосып жібереді. АДФ бізде энергия көзі, иә. АДФ-ке фосфор келіп қосылады, және мына жақтағы сутектің протондары қосылады. Сол кезде кәдімгі АТФ-тер түзіледі. Міне. Болды. Жетінші нәрсе АТФ-тің түзілуі болады осымен. Міне. Жақсы. Енді микрофонды ашам. Кімге түсініксіз сұрақтарыңды қойыңдар осы жер бойынша. Бұл бізде жарық кезеңі. Жарық кезеңде осы 7 реакция жүреді. Қазір біз осыны айтатын боламыз тағы да. Бұл жерде АТФ жарықтың көмегімен түзіліп жатыр. Сол үшін біз бұны фотофосфорлану дейміз. Фотофосфорлану. Фотофосфорлану деп аталады бұл нәрсе. Демек, жарық кезеңінде екі түрлі реакция жүрді. Қазір мен соны белгілеп кететін болсам. Фотофосфорлану жүрді, бір реакцияның түрі, яғни АДФ-тен АТФ-тің түзілуін фотофосфорлану дейсіңдер. АДФ деген аденозин дифосфат, яғни екі фосфаты бар ішінде, аденозин трифосфатқа айналды. То есть 3 фосфаты болатын АТФ-ке айналды, иә. Және екінші бір реакция фотолиздің жүруі. Фотолиз дейтін судың екіге ажырауы. Ең соңында пайда болатын өнімдерді жасыл түспен белгілеп қоямын. Оттегі түзілді және ол ауаға кетті. Келесі нәрсе, сутегі НАДФ-терге қосылып, ол бізде стромаға шығады. НАДФ-H пайда болады, міне. НАДФ-H-тың пайда болуы және АТФ-тердің пайда болуы. Жарық кезеңінде осы 3 нәрсе жүреді. Сұрақ болса, қойыңдар. Сұрақ болмаса, осымен жалғастырамыз, иә? Так, хотя реакция басатын қоя тұрайын, иә? Немесе поднять рукуды басамыз. Кімге түсінікті? Сол поднять рукуды Кермайға түсінікті екен. Жантөреге түсінікті, иә? Альбина түсінікті, Айдана, Фатимаға, Тастемір деп тұрған оқушының естімін кешеде сұрап не Батима, аха, Микош дейді, тағы. Ол болсынға түсінікті, өте жақсы, өте күшті. Ой, Жазирама отырған. Қайтадан түсіндіріп жібересіз бе дейді. Жазира қай жерін түсінбей қалды, айтып жүр. Жазира, қай жерін түсінбей қалды? Аха. Сұрақтарымды қойып алыңдар осы жерге дейін. Жарық кезеңін біз талдап бітірдік уже, иә? Жарық кезеңі осымен бітеді. Енді жарық кезеңі туралы ОБТ-да келетін 1-2 сұрақты айтып жүремін қазір. Болды, соны жаттай басаңдар, болды, смело. Сендер бұл тақырыптан алып тұрсыңдар ғой. Өте жақсы. Ай, ана түсініп алыпты, иә? Туған ай түсіндім деп. Болды, қолдарында бәрін қолын түсіріп қоямын, иә? Отпустифицировать. Болды, кеттік. Сонымен түсінікті болды деп ойлаймын. Бұл жерде бізде міне фотосинтездің жарық кезеңінде күннің сәулесі түсті. Хлорофильдер қозады деп келеді, және хлорофиль электрондары олар оянады деп ауыстырамын бұл сөзді. Олар оянады. Белсенді күйге ауысады. Сосын олар телокоидтың мембранасының сыртына қарай шығады да, хлоропласттың ішінде жүрген бүкіл суды ішіне тартады. Телокоидтың ішіне қарай тартады. Сосын хлорофиль, ары қарай хлорофильдің әсерінен фотолиз жүреді. Фотолиз судың жаңа ыдырауы көргеніміздей. Су ыдырады, сутектің протоны мен электронына және де оттегіге ыдырап жатыр. Осыны фотолиз деп айтасыңдар. Бос оттек сыртқа бөлініп шықты. Жарық кезеңінде негізінен 3 нәрсе жүреді. АТФ-тің өндірілуі, НАДФ-H2-нің түзілуі. Жақсы, ары қарай АТФ пен НАДФ-H2-лерін қараңғы кезеңге қарай бұл ары қарай стромаға өтеді. Жақсы, бұл жерде НАДФ не деп ойлайсыңдар? НАДФ ол такси сияқты. Бұл НАДФ-тің қызметі бағанағы фотолиз кезінде бөлініп шыққан электрондарды, сутектің электрондарын өзіне такси болғандықтан өзіне алып алады да, оны стромаға қарай шығарады. Бұның қызметі осы сутектің электрондарын тасымалдау. НАДФ тасымалдайды, ол такси. Тасымал деп жазып қояйын. Және фотолиз реакциясын көріп тұрмыз мына жақта. Жақсы, келесі ары қарай судың ыдырауын біз айтамыз фотолиз деп. Ары қарай фотосинтездің жарық кезеңін басқа
дайындық деп айттық. Ол тойға дайындық деп жаттап аласыңдар дедім, иә? Типа тойға дайындық жүреді бұл кезде. Қараңғы кезең ол уже синтез кезеңі. Синтез ол қараңғы. Неге синтез? Бұны байланыстырып жаттап аласың, себебі көмірқышқыл бұл жерде айналады, көмір суға деп жаттап ал. Синтез деген бірдеңенің түзілуі деген сөз. Жақсы. Фотосинтездің жарық кезеңінде екі фотожүйе жұмыс істегенін көріп тұрсыңдар. Арасында орналасқан нәруыздары жаңайтын пластохинон болады, цитохром болады, пластоцианин болады және ферродоксин деген болады. Бұл жерде только ферродоксинді жаттап алыңдар. Ферродоксин ең соңында электрондарын алады, сутектің оны неге береді? Надревке қосып береді деп жаттап ала салыңдар. Болды. Алдында тұрған пластохинон, цитохром, пластоцианин олар көп келе бермейді сұрақ болып. Хорошо. Келесі. Фотофосфорлануды жаңа айттық, ол бізде жарықтан АДФ-тен пайда болуы. Мына сурет мүлдем әдемі көрсетіліпті, иә? Суретте дәл жаңағы біз айтқан заттарды көресіңдер. Фотофосфорлану ол барлық фототропты эукариоттарда да, бактерияда да, архидада болады. Және фотофосфорланудың екі түрі бар. Қандай екі түрі бар оның бізде? Циклсіз және циклді деп аталатын екі түрі бар. Енді осы екі түрін айтатын болсақ, қараңдар. Бірінші тестті қарайық. АДФ-тен өндірілуі ол бізде фотофосфорлану, және де циклсыз фосфорлану деп отырған не? Циклды, циклсыз, қазір екеуінің айырмасын сіздерге бір ғана суретпен көрсетіп бергім келіп тұр, бір ғана сызбамен. Циклсыз деген бар, және циклды деген бар. Қараңдар, цикл деген ол былай бір шеңбердің бойымен айналып жүре беруді елестетесіңдер, цикл деп тұрды. Циклсыз деп тұратын болса, онда түзу сызықпен кетіп бара жатқанын елестетіңдерші. Циклсыз деген бір сызықтың бойымен кете беру, циклды қайта келе беру деп жаттап алыңдар. Хорошо? Циклды да қайта айналып келе береді. Циклсызда бір кеткеннен кейін қайтадан келмейді деп жаттап аласыңдар. Келістік? Андай деп жаттап алыңдар. Сутектің электроны бар ғой, циклсыз кезінде кетіп қалады, ол қайтып келмейді. Типа айтады, ол қайтып келген қыз жаман деген сияқты. Ана есіме түсіп кетеді. Сол нәрсе, дәл сол сияқты циклсызда электрон надревке бір қосылып кетті ма, ол қайтадан келмейді айналып, иә? Надрев ашқа айналып бұл кетіп қалды, болды. Циклда ана электрон қайта айналып фотожүйенің арасында келе береді. Бірінші фотожүйеден екіншіге барады, екіден қайттан бірге барады, сосын барып кетеді. Хорошо? Түсінікті? Міне осындай екеуінің қызық нәрсесі бар. Яғни циклды да бір қайталап айтамын, электрон итакта екінші фотожүйеден шығып, бірге барады ғой, тасымалдаушы нәруыздармен. Бірақ энергия жетпегендіктен бірінші фотожүйеден екіге қайта артқа қайтады. Артқа қайтты, сосын қайта айналып бірге барды да, енді барып телопоидтан шықты. Надревке қосылып кетті. Ферродоксин надревке беріп жіберді. Кетпегеннен кейін, әрең шыққаннан кейін. Ферродоксин деп жазып қояйын. Болды. Циклсыз бен циклдың айырмасы осы да ғана. Хорошо, циклсыз деп тұрғанда арнон ашқан. Бұл кезде дәл жаңағы айтқан нәрселер жүреді. Екінші фотожүйеден электрон пластоцианинге, цитохромға, пластоцианинге беріп, бірінші фотожүйеден ферродоксинге қосылып, ферродоксин оны надревке беріп жіберді и телопоидтан стромаға шығып кетті. Бітті. Осымен бітеді. Циклсыз 7 кезеңнен тұрады. Ол 7 кезеңде мынау бағана мен талдап айтып көрсеттім сендерге мені. Мына жерде менің көрсеткен 7 кезеңім жаңа айтылған. Оған қайтып айналып бармаймыз. Циклсызды қайталап айтпаймыз. Ал енді циклды түрі бар. Циклды түрінде энергия алудың ежелгі түрі, циклды түрінде бұл кезде сутек тапшылығы болады, АТФ-тің жеткіліксіздігі болады. Сол кезде электрон екінші фотожүйеден, бірінші фотожүйеден қайтадан артқа қайтады. Пластоцианин, цитохром, пластохинон арқылы екінші фотожүйеге барады, өзінің энергиясын береді, кері мына 3 нәруыз арқылы бірінші фотожүйеге барады да, енді ғана ферродоксин оны надревке қосып беріп жіберетін болады.
Яғни бір электрон 2 рет айналып өтеді, хорошо? 2 рет өтеді бір электрон. Міне, сол кезде ол энергияның көбеюіне көмектеседі. Атып жетпей жатқан кезде осындай жүреді екен, иә? Түсінікті болған болса, давайте тағы бір рет поднять руку баш береміз. Менің андай сәл күлкім келіп тұр да, мысалы сабаққа неше ай кеткен оқушылар бар ғой, олар қайта поднять рукуды баса беретін болса, иә. Бірақ одан ешқандай не жоқ қой, мағына жоқ қой. Жақсы, түсініп алғандар өте күшті. Ал түсінбегендер менің екеме сұрақ қойып жүріңдер. Сұрақтарыңызды қойып жүріңдер, иә? Күшті. Өте күшті. Кім түсінбей жатыр? Кейін қайталап записьті бір көрсеңдер болады. Хорошо. Енді ары қарай кеттік. Бәрінің қолын түсірдім. Все, кеттік. Енді хлоропосттың қызметтері қандай? Енді мына жерде ұбт-да келетін сұрақ болуы мүмкін. Мұқият қараймыз. Хлоропосттарда бұлар жалпы хлоропост жасушаның ішінде жылжып қозғалып жүре алады. Оларға фототаксистен, яғни фото деген жарық, таксист дегенді қозғалу деп атап алынды. Жарық қай жерге түсіп тұр, олар сол жерге қозғалады. Мысалы, мынау біздің не болсын, жасуша болсын, соның ішінде хлоропосттар жүрсін. Сосын егер де күннің сәулесі мына жақтан түсіп тұратын болса, хлоропосттың барлығы жасушаның күн түсіп тұрған жағына қарай ауысады. Если күн мына жақтан түсетін болса, хлоропосттың бәрі керісінше күн қаққа түсіп тұр, сол жаққа қарай жылжып кетеді, жарай ма? Олар жылжығыш. Осыны фототаксист деп айтасыңдар. Және олардың тағы бір қызметі, олар көміртектің диоксиді, яғни көмірқышқыл газды ұстап алды, оны өзіне тұтып алды, тұтып алуын фиксация деп берген ғой. Өзіне тұтып алды, өзіне жұтып алды, иә, жұтты, сосын оны көмірсуға айналдырды. Все, болды, осындай қызметтері бар. Енді пигменттер ұбт-да келетін маңызды сұрақтар, иә. Пигмент деп тұрған жарықты шағылыстырып, жарық толқындарын сіңіретін боялған заттар, иә. Бізде пигменттердің бірнеше түрі бар. Жасыл пигменттер деп хлорофилді айтамыз. Каротиноидтер ол бізде қызғылт сары, габелендер көк қызыл түсті пигменттеріміз болады. Хлорофилді жаттап алуға, түрлерін жаттауға мен қазір бір қызықты бір әдіс айтамын. Эфирді қайта-қайталап көретін кезде апай запрос деген нәрсе болмайтын шығар дейді. Жоқ, запрос деген нәрсе шықпайды, уайымдама. Ол нәрсені только мен көріп отырамын, иә. Жақсы, сонымен хлорофилді ең алғаш Перетти мен Кавенту бөліп алған, ғалымдар көп жағдайда сұрақ көп келмейді. Қазір жаттап алуға бір әдіс айтамын. Мына А, В екеуі жоғары сатыдағы өсімдікте болады ғой. Бұны жаттау қиын емес. Енді мынаны қараңдар. С мен Д негізінен екеуі С мен Д, короче, қазір бұрын бір айтқан мысалым қазір әлі есіме түспей тұр. Бұлай жаттап алсыңдар болады. С мен Д-ны байланыстырыңдар. Яғни сендер алфавитті байланыстырасыңдар бір-бірінің. И, Б, С, Д дейтін әріптер бар ғой бізде алфавит бойынша. Егер сендер А мен В-ны қоссаңдар, екеуі алда тұр ғой, екеуі жоғарыда тұр, иә? Мыналар төменде тұр, иә? Әліппе кітаптарын еске түсіресіңдер осы жерде. Әліппе кітаптарын қарасыңдар, А, В әріптері жоғарыда тұр, қалғандары төменде тұрады, иә? Тура сонымен байланыстырып жаттағандар. А, В жоғарыда деп жазып қойды. Дәл қазір мен жазғанды жазып отыр. С Д-ға ренжіп қалғанда диатом балдырға кетіп қалған деп жаттағандар. Яғни екеуі бірге тұрады ғой, бірақ та С Д-ға ренжіп қалған. Сонымен 14 февраль күні сен маған ешқандай сыйлық бермедің деп Д-ға ренжіп қалады, диатом балдырға қосылып кеткен ғой. Хорошо? Диатом балдырға өтіп кеткен. Солай жаттап аласыңдар. А, Д болса не істеген? Д ол қызыл балдырға кетіп қалған. Болды. Егер де осы жерде бізде С мен Д екеуі бірігетін болса, екеуі біріккен кезде екеуі жасыл бактерияда болады. Ал енді А мен В-ны қосатын болсаң, А мен В екеуі күлгін. Типа бұны анандай нәрсемен жаттап алсаңдар болады. Сарыға көк түсті қоссам, жасыл шығады деген сияқты жаттап алсаңдар болады ғой. Значит, С-ға Д-ны қоссам, жасыл шығады. Д бір өзі құтылда болады, С бір өзі диатомда болады. А мен В-ны қоссаң, екеуі жоғарыда тұрады. А мен Д-ны қосатын болсаң, олар күлгінде болады. Кеттік, давайте, бір қайталаймыз. Сендер де мен артынан қайталап отырыңдар. Мен айтам, сен де қайтала, иә? Дауыстап қайталап отыр. А мен В олар жоғары тұрады. С Д-ға ренжіп қалған, С
С дға дегенде как раз сдан кейін д тұрады деп зерттеп алсаң болады. С диатомда болады дейсің. Д болса, С ренжіп қалғаннан кейін қызыл балдырға кетіп қалған. Если С мен Д қосылатын болса, екеуі жасыл бактерияда болады. А мен В қосылатын болса, күлгінде болады. Түсінікті, иә? Хорошо. Осыны жаттап алу керек боласыңдар, міндетті түрде. Потому что сәйкестендіру сұрағы болып хлорофилдер келеді. Бізде химиялық құрамы хлорофиль керек емес, сол үшін айтпасақ болады. Бізде ары қарай енді каротиноидтер бар. Каротиноид олар жемістерде күлтелеріне түс беріп тұратын заттар, қызыл сары түстерді береді. Каротиноидтың екі түрі бар, оны да жаттауға бір әдіс айтамын. Мынау ксантофил дегенде соңында Л деген әріпті көресіңдер. Значит, ксантофилда Л бар болғандықтан ол лимонда болады деп жаттап алыңдар. Жарай ма? Ксантофилдар ол бізде лимонда болады деп жаттап алыңдар. Каротин ол қызғылт сары. Каротинді айтқан кезде көз алдарыңа сәбіз елестесін. Көз алдарыңа қызғылт сары түсті сәбізді елестетіңдер. Екеуін бөліп жаттап алудың жолы осы. Бұл екеуі де сәйкестендіру болып келуі мүмкін. Ксантофил не үшін сары десеңдер, құрамында оттегі бар. Сол үшін оның түсі сарылау болады. Значит, ксантофил туралы екі ақпарат бар. Оның түсі лимон сияқты сары десіңдер. Сарын айтқан кезде көз алдарыңа сразу оттегі келсін. Мына үш сөзбен осылай байланыстырасыңдар. Ал каротин болатын болса, карот деген сөзді бар. Карот деген сөз бар ғой, еще бізде мынандай сәбіз деген сөз. Қатесіз жаздым деп ойлаймын, сәбіз деген сөзбен байланыстырып алыңдар, карот деген сөзбен. Қатесіз жаздым ба, құрсын. Солай ойлап тұрмын. Дұрыс жазыппын ғой, бәсе. Ағылшын тілінде. Жақсы, мынау сәбіз ғой, значит, каротин сәбіз. Ол осылай жаттайсыңдар. Енді бізде Тимирязев дейтін орыстың ғалымы бар. Алматыда ол осы адамның атына көше берілген. Өткенге деп айқайтын. Жақсы, жай айтып жатырмын бұны. Енді бізде гемоглобин деген нәрсе бар, иә, қанның құрамындағы. Және бізде хлорофиль бар. Екеуінің құрамы бірдей екен негізінен. Химияда оқитын болсаңдар, химиядан білесіңдер, комплекс кешендер деген болады. Дәл бұл комплекс кешенді білдіреді. Мұнда ортасында темір болса, мұнда ортасында магний бар. Екеуінің айырмасы темір vs магний деп қойсаңдар болады. Магний хлорофильда, темір сендердің гемоглобиндерінде болады. Енді 7-ші сынып бойынша бір ақпаратты айтайын. 7-ші сыныпта жазады, 7-ші сыныпта. Былай деп айтады. Хлорофильдің түзілуіне әсер ететін элементтер деп келеді. Оның ішінде темір бар, магний бар, және азот бар. Және де айтады, азот пен магний хлорофильдің құрамына кіретін элементтер деп келеді. Сосын айтады, бірақ та темір кірмейді дейді. Бұның құрамына кірмейді деп келеді. Темір кірмейді, магний мен азот кіреді. Жарай ма? Мынау екеуі кіреді, ал темір кірмейді. Не болып жатыр жақты жақта? Ой, митта. Біреу экранға шығып кетті ма деп қорқып кеттім. Хорошо, түсінікті болса, поднять руку деп бір бас жерге мысал кеттік. Біреу бізге жатыр екен. Болды, қазір қабылдаймын. Шығып кеткендер бар екен ғой. Ой, қол көтеріп отыр екен ғой. Жақсы. Кіре алмай жатқандарды кіргізіп қосып жібереміз. Сабақ өткеннен кейін сендер записьті міндетті түрде бір қарап алыңдар. Яма? Әйтпесе ұмытып қалулары мүмкін осының бәрінде. Жақсы. Все, қолымызды түрсек болады. Кеттік ары қарай. 7-ші сынып бойынша да бір қосымша ақпарат кетті. Енді фикабелин деген бар, ең соңғы, қазір оны жаттауға да бірдеңе ойлап табамыз. Фикабелиндер цианобактерияда болады деп тұр. Цианобактерия ол көк жасыл бактерия. Көк бактериялар, көк жасыл бактериялар. Бұлар құрамында фикабелиндері болатын бактериялар. Жақсы. Циано деген сөз, қарап тұрсаңдар, ол көк деген мағынаны білдіреді негізінен. Және балдырда, судың түбінде өсетін балдырдың түсі басқаша болады. Балдырдың түсі, судағы балдырдың түсін көрсеңдер есетті. Оның себебі құрамында фикабелиндері бар. Күннің сәулесі суға түскен кезде ол әрең дегенде ана судың түбінде өсіп тұрған балдырларға әрең жетеді.
Бізде балдырлардың 3 түрін өтетінбіз. Қоңыр балдыр бар, қызыл балдыр бар, және де жасыл түсті балдырлар болады. Ең судың түбінде осы балдырларда фикабелендер болады. Жақсы, фикабелендердің 3 түрі болады. Бұны жаттап аласыңдар, өте оңай. Бәрінде фико деген сөз бар. Болды. Фикабелен десе, фико деген сөзді айта саласыңдар, болды. Хорошо? Фико деген 3 сөзді көрдің ба? Ол фикабелен деген сөз. Бастарында қалған сөздің бәрін жаттап ауыртпай қойыңдар. Енді бірақта мына жерін жаттап алу керек болсыңдар. Енді бірақта фикоцианин деп тұрса, соңындағы циан деген сөзбен циано сәйкес келеді ғой. Фикоцианин кездесетін тірі ағза деп сұрап қалса, цианобактерияны айтасың, жарай ма? Цианин деп тұр, циано деген сөзбен байланысты. Фикоэритрин деп тұр, эритринді айтқан кезде ойыңа не келеді? Мен ойыма мысалы эритроциттер түседі. Значит, эритрин десе қызыл эритроцит ойыңа түссін. Жақсы? Қызыл эритроцит ойыңа келсін бұл жерде. Эритроцит ойға келсін. Бұл хлорофилдің де түрлерін, фикабелендердің де, каротиноидтарына барлығының бірнеше түрін қалай тапқан десек, қалай оларды білген, қалай бір-бірінен ажыратқан десек, оларды қағаздағы хроматография әдісімен ажыратқан. Хроматографияны сіздер 10-шы сыныпта айтып тастадыңдар. Хорошо, болды. Біз енді қараңғы кезеңді талдаймыз. Ең соңғы айтатын ақпаратымыз. Одан кейін бізде С3, С4 өсімдіктер қалады, бірақ мен оны сендерге не істеймін? Телеграм каналда көрсетілген, түсірілген менің видеоларым бар, соны беремін. Соны бір көрсеңдер өте оңай естеріңде қалады. Тым да қиын емес. Сонымен қараңғы кезең, ол бізде Кальвиннің циклы жүреді ол кезеңде. Енді қараңғы кезеңді оңай қылып айта салайық. Ол бізде стромада жүреді. Біріншіден хлоропласттың стромасында, хлоропласттың стромасында жүреді. Екіншіден оның аты синтез кезеңі, синтез кезеңі деп аталады. Үшіншіден оған жарық кезеңіндегі түзілген АТФ пайдаланылады, және надефтер пайдаланылады, надеф аштар пайдаланылады. Және жапырақтың леп тесігінен сырттағы көмір қышқыл газдары кіреді бұған. Болды, қараңғы кезең дегеніміз көмір қышқыл газдарын біз әрі қарай енді Кальвиннің циклына кіргізіп жібереміз қазір. Бұл кезең тез жүреді. Қараңғыда да, жарықта да, күнде де, түнде де жүре береді, жарай ма? Бұл кезең. Жақсы. Енді мына жерде сәл қызық ақпарат бар, қараңдар. Бізде строма, строманың суретін салайық. Мынау хлоропласт. Хлоропласттың ішінде телокоидтар бар, елестетіп отырыңдар. Телокоидтардың енді арасын, то есть хлоропласттың ішін толтыратын сұйықтық строма. Осы стромада бізде цикл деп отырған бұл шеңбер деп жаттап алыңдар. Мынандай шеңберде, мына шеңбердің ішінде ферменттер бар, нелер бар, қышқылдар бар. Химиялық заттардан тұрады мынаның ішінде, тізбектеліп орналасқан. Енді бізде көмір қышқыл газы жасушаға қарай кіреді сырттан. Мына жерде жасушаға көмір қышқыл газы диффузды жолмен өтіп кетті. Диффузия жолмен жасушаның ішіне көмір қышқыл газы кірді. Осы көмір қышқыл газы енді хлоропластқа барады. Енді қараңдар, мысалы сендер мектепке бірінші барғандарында бір өздерің барған жоқсыңдар. Мамаларың, папаларың, әжелерің алып барды мектепке, потому что сен дым білмейсің, сен жолды білмейсің, адасып жүресің былай. Ертең оқуға түссеңдер, сендерді біреу алып барады, үйлеріңдегі туыстарың, аға әпкелерің деген сияқты. Тура сол сияқты СО2 ол хлоропласттың ішіне ең бірінші рет кіріп тұр. Ал ана жерде енді ми ашып қалды, шок болып қалды, ал бәрін көріп, как будто жаңа бір қалаға келген сияқты ауышып тұр. Енді осы кезде бізге көмекке бір фермент келеді. Мына көмір қышқыл газға көмектесетін фермент бар. Рубиско фермент деп қысқаша оны айтамыз. Толық атын айтатын болсақ, рибулоза, дифосфат, карбоксилаза. Атын жаттай алмай жатсаңдар, соңындағы карбоксилазаны жаттай салыңдар, хотя. Себебі ол көмір қышқыл газ дегенді карбокси деген сөз көмір қышқыл газымен байланысты ғой, осыны біліп алсаңдар болды. Рубиско деп жаттап алайық. Бұл рубиско көмір қышқыл газға мына кальвинға жетуге көмектеседі. Мен жазып отқаным, надеюсь, көрініп тұр, үлкейтіп көріңдер экрандарыңды, хорошо? Экрандарың үлкейеді, что телефонның бетін былай үлкейтсеңдер. Мына кальвинға апарып береді, циклдың ішіне апарып рубиско фермент көмір қышқыл газын
рибулоза дифосфат деген затқа қосып кетеді. Рибулоза дифосфат деген затқа, дифосфатқа апарып мынаны қосып береді. Хорошо? Рубиско көмірқышқыл газды рибулоза дифосфатқа апарып қосып береді. Вот осы жерін біліп алсаңдар болады, әрі қарай рибулоза дифосфат өзі қалған тірлікті өзі бітіреді. Яғни көмірқышқыл газы Кальвиннің циклына осылай рубиско ферменттің көмегімен кірді. Кіргенде ол барда рибулоза дифосфатқа қосылды. Рибулоза дифосфатқа қосылғаннан кейін ол алады көмірқышқыл газды ыдыратады, дымын қалдырмай оны ыдыратып, оны ең ақырағында өнімге, көмірсуға айналдырып жібереді. Қазір біз бұны көретін болсақ, мына жерде қатты керек заттар берілмеген, бұны біз мына схемадан көреміз. Қараңдар. Мынау қараңғы кезеңдегі Кальвин мен Бенсонның циклы осы екі ғалымның атына берілген. Бұл циклдың бойында бізде цикл деп атайтып тұрғандай, бірінші рибулоза фосфат болады, жай ғана. Оған келеді АТФ-тің бір фосфор қышқылы қосылып кеткен кезде моно еді, ол дифосфатқа айналып кетеді. Міне, екі деп тұр ғой, рибулоза дифосфат пайда болады мына жерде. Оған келеді көмірқышқыл газы қосылады. Сол кезде бізде фосфоглицерат, яғни фосфоглицерин қышқылы деген зат пайда болады. Химияны жақсы оқысаңдар, ат деген ол қышқылдың жалғауы екенін білесіңдер. Химиядағы қышқылдар. Фосфоглицерат, глицерин қышқылын білу керексіңдер. Және оған АТФ қосылды, АТФ-тің бір фосфоры қосылып кетті, сол кезде дифосфоглицерат пайда болды. АТФ-тің ішіндегі алып келген екі сутегі қосылды, сол кезде триоза фосфат пайда болып кетті. Ал триоза фосфаттардың ең бірінші жайлап фруктозаға айналады, кейін фруктозадан глюкозаға айналады. Ал глюкоза жайлап амин қышқылына, майларға, яғни липидтерге айналады. Мына жерде айтқан заттың бәрі сендерге бір қатты керек емес, бұл нәрселер келмеген. Бұлар өте аттары күрделі жаттап алуға, сол үшін оны білмей қойсаңдар болады, бірақ мынаны біліңдер. Фотосинтездің өнімі рибулоза фосфат, тұрақты фотосинтезде жүретін зат, АТФ-пен байланысып циклге рибулоза фосфат қайтадан оралады, көмірқышқыл газды жаңағы көмірсуға айналдырғаннан кейін. Фотосинтездің негізгі өнімі көмірсу, және аралық өнімін жаттаңдар, мына жерді сәйкестендіру, және көп жауаптық болып келеді. Аралық өнімі амин қышқыл, май қышқыл, гликолипидтер. Қараңғы кезеңде органикалық зат пайда болды. АТФ-теріміз АДФ-ке айналды, себебі фосфаттардың бәріміз пайдаланып тастадық. Энергия шығарылды, шығындалды. Энергияны жұмсадық деген сөз. Көмірқышқыл газдары не істеді? Қолданылды. Шығарылды емес, көмірқышқыл қолданылды. Рибулоза дифосфат СО2-ні акцептор дегеніміз, ол тұтынушы деген сөз. Акцептор ол пайдаланушы. Хорошо? Тұтынушы деген сөз. Жарай ма? Фруктоза дифосфат ол бізде жаңағы глюкозаның алдындағы пайда болатын зат. Бақса, глюкозаның алдында фруктоза пайда болады. Глюкоза. Қандай айырмашылығы барын білесіңдер ме? Фруктозада кетон тобы болады. Радикал 1, радикал 2 деп қояйын. Бұның ішінде бізде кетон тобы бар. OH, OH. Ұмытпасам осылай. Ойбай. Жоқ, қателесіп қойдым. СО ғой, СО. Ойбай. Фруктозаның құрамында кетон тобы, глюкозаның құрамында альдегид тобы болады. Хорошо? SOH. Екеуінің айырмашылығы осы да. Глюкоза мен фруктоза екеуі бірдей, достар. Жақсы, біз осымен аяқтаймыз. СО өсімдіктеріне арналған сендерге мен нені берем дедім. Видеоларды бұрын видео түсіріп қойған, оқушыларға түсінбей жатқанда түсіндіру үшін сол видеоларды беремін. Мен қазір записті өшіремін және звуктар